Парасат жолы парасаттылық пен адалдыққа бастайды. Әділеттілік қағидаттарын қалыптастырып, ұлттық мәдениет пен руханият құндылықтарын қоғамда ілгерілетуге себепкер болмақ. Елордада бастау алған игі шара Маңғыстау облысында жалғасты. Өзге өңірлерді кезегімен аралап келе жатқан насихаттау штабы аймаққа арнайы келіп, бірнеше мәдени нысандар жанынан парасат жолы орталықтарын ашпақ. Сарыарқа төрінен арнайы келген жауапты өкілдер Қабиболла Сыдиықов атындағы облыстық әмбебап кітапханасымен танысқан соң Әбіш Кекілбайұлы атындағы тарихи өлкетану музейіне беттеді. Ғимаратқа кірместен бұрын Әбіш Кекілбайұлының рухына тағзым ретінде ескерткіш алдына гүл шоқтарын қойды. Одан әрі музей ішін аралап тынысымен танысты. Сонан соң жергілікті зиялы қауым өкілдерімен жиын құрды. Парасатты адам ол ең адал, әділ сондай адам. Сондықтан да біздің қазіргі мақсатымыз сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жұмыстар. Басқа да өздеріңіз білесіздер, енді агенттіктің мақсатының қазіргі таңда басым бағыттарының бірі профилактикалық жұмыстар. Соның бір бөлігі ретінде осы кітапханаларда ашылған осындай парасат жол орталығы. Бұл негізі республикада бір 3-4 жылдан бері іске асып жатқан үлкен адалдық алаңы жобасы аясында бұл қосылған тағы да бір жоба деп айтсақ болады. Жиында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық агенттік мүшелері аталмыш жобаның маңыздылығына кеңінен тоқталды. Парасат жолы жобасы агенттік пен мәдениет және спорт министрлігінің арасында келісілген меморандум аясында жүзеге асырылып отыр. Жобаның негізгі мақсаты жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін қалыптастыру. Қоғамға маңызы өте зор. Бұл жалпы уникальды жоба. Мына Қазақстан тарихындағы бұрын болмаған тұңғыш сондай бірлескен жоба. Бірінші күннен бастап бұл бір халықтың оқырмандардың қызу қолдауына ие болып, қазір жалпы ұлттық сипат алып отыр. Жиынға қатысушылар аталмыш орталықтардың өңірде ашылуын бірауыздан қолдап тілектестігін білдірді. Бұндай орталықтар аймақтағы бірқатар мәдени нысандар жанынан ашылмақ. Қаламқас Аманқосова, Мұқағали Нұрдәулет, Бекарыс Сағындықов, Ақтау Ньюс.